жерге отырасыз ба? Талғаттың орны. Жарайды, кешір. Мам, албан, бұл орын төрдің орны емес пе? Бұнда атам отыру керек негізі. Нұрболат, сен олай айтпайсың. Мам, сен төр, сіз айтушы едіңіз ғой. Төр үлкендерге арналған. Сондықтан атам отыру керек деп айтасың. Мам, төр үлкен кісілерге арналған жоқ па? Сол себептен атам отыру керек бұл жерде. Жарайды, балам. Тыныш отырып қалып тамағыңды іш. Мұнда негізі атам отыру керек. Балам, маған осы жерден ыңғайлы бір жерде отыра беремін. Менің атым Үркек Темірлан. Мен осы көріністе шалдың рөлін ойнаймын. Және де маған шалдың дауысын салу қиынға соқты. Менің атым Аманбаев Нұрболат. Мен талантты балалар театр үйірмесінің тәрбиеленушісі. Осы жаңағы театрда мен Талғат деген кісінің ұлы болып ойнаймын. Бұл жерде маған қиынға соққаны, мен жаңағы анекдот айтқан кезде кішкене күлімсіреп қала берем. Және де атамен дұрыс әңгіме салмадым. Мен атым Жап Мерас. Мен бұл көріністе әкенің үлкен ұлы болып ойнадым. Маған бұл көрініс өте қатты ұнады, сол себептен таңдадым. Көптеген қиыншылықтар болды, бірақ мен оны ешкімге білдіртпедім. Сөз кезегін көріністегі досыма берейін. Мен атым Дилназ. Мен бұл көріністе өте қатан жаман әйелдің рөлін ойнаймын, бірақ мен өмірде өте мейірімдімін.